Харасмент дегеніміз не? Қазақстанда ол бар ма? Бар болса, оған қандай жаза бар? Харасмент болған жағдайда қайда бару керек? Не істеу керек деген сұрақтарға бүгін мен осы видеода сіздерге жауап беруге тырысамын. Егер де осы тақырыптар сізді қызықтырса, онда видеоны әрі қарай көреміз. Баршаңызға сәлем, заңгер Әйгерім Ермекбайдың каналына қош келдіңіздер. Харасмент жайлы ақпаратты бастамас бұрын, біріншіден мен үлкен алғыс айтқым келіп тұр. Бұл видеоның жарыққа шығуына МИСК ұйымы себепші болып, солардың қолдауымен түсіріліп отыр. МИСК ұйымы қоғамның дамуы және оларды жүзеге асыруға деген идеялар бар жас қазақстандықтарды біріктіреді. МИСК ұйымымен сіз адам құқығын қорғауды, бюджеттің ашықтығын бақылауды, сайлауды байқауды, әлеуметтік мәселелерді өз қолыңызбен шешуді және бүкіл Қазақстан бойынша пікірлес адамдар табуға үйрене аласыз. Бұл ұйымның сілтемесін мен міндетті түрде төменде қалдырып кетемін. Бүгінгі шығарылым тиіспе атты жобаның аясында түсірілген 3-ші видеосы болып табылады. Тиіспе жобасының мақсаты әлеуметтік желіде Қазақстан Республикасының азаматтары мен азаматшаларының адам құқықтары, әйел құқықтары саласындағы сауаттылығын арттыру. Сондай-ақ әйелдердің жұмыс орнындағы жыныстық қатынасқа итермелейтін тиісулерге, яғни харасментке жол бермеу. Сондай-ақ осыған қатысты тиісті заңдардың шығуына ықпал ету. Мен үшін бұл жобаның алатын орны ерекше. Сондықтан да сіздерден сұрайтыным, бұл жобаға немқұрайлы қарамаңыздар. Керісінше лайк, комментарийлерді жазып қалдырсаңыздар болады. Ендеше бұл шығарылымды бастаймыз. Сонымен тиісу, ағылшын тілінде харасмент, адамның жеке өміріне қол сұғушылықты бұза отырып, қолайсыздық туғызатын немесе басқа адамға зиян келтіретін іс-әрекет немесе мінез-құлық. Харасмент адамның тікелей және жанама әрекеттерінен тұруы мүмкін. Атап айтқанда, физикалық шабуыл, сүйісу, шымшу, қажетсіз тиісу, ауызша қорлау немесе қоқан-лоқы, зиянды сөздер немесе дөрекі әзіл қалжыңдар, түрлі жәбірлеу немесе қорқыту формаларында, қажетсіз хаттар жазу немесе қоңырау шалу, қорлаушы фотосуреттерді немесе ерсі қимылдарды көрсету, біреу туралы өтірік өсек тарату немесе басқа осыған ұқсас әрекеттер. Харасмент термині тек қана жыныстық зорлау зомбылықты ғана емес, кез келген басқа тиісулерді де білдіреді. Көптеген елдерде заң адамға осындай қысым жасау мүмкіндігін шектейді. Мұндай әрекеттерді құқықтық түсіндіру әртүрлі мәдениетте әртүрлі. Америка Құрама Штаттарында алғашқы жыныстық харасмент оқиғалары 1970 жылдары пайда болған екен. Европалық парламент жұмыс орнындағы жыныстық тиісулерден қорғау туралы заң жобасын мақұлдаған. Бүгін біз студияға арнайы қонақ шақырдық. Қазақстандағы Феминита атты феминистік бастамасының өкілі Гүлзада Сержан. Гүлзада, бүгін студиямызға қош келдіңіз. Сәлеметсіз бе? Қош көрдік. Жалпы Феминита ұйымы жайлы кішкене айтып кетесіз бе? Бұл феминистік бастама, яғни феминистік деген сөз өзі негізі әйел құқықтарына байланысты. Біздің Феминитаның фокусы жаңағы әйел құқықтары ішінде әртүрлі әйелдерге арналған. Оның ішінде барынша дискриминацияға ұшырайтын әйелдер, солардың құқығына аса көңіл бөлуге құрылған ұйым. Біз әлі тіркеуден өткен жоқпыз. Тіркеуден өтуіміз сәл жаңағы мемлекет тарапынан қолдау таппады. Сол себепті әзірге сот жүйесінде жүрміз. Одан кейін енді сот жүйесінің барлық жаңағы жоғарғы сотқа дейін барып, енді келесі қадам Біріккен ұлттар ұйымы қалып тұр. Ой, сәттілік сіздерге үлкен тілеймін мен. Гүлзада, өзіңіз туралы қысқаша айтып кетсеңіз. Мен осы Қазақстанда туып, Қазақстанда өскен әйелмін. Мамандығым сұрайтын болсаңыз, ол IT маманымын. Және кейіннен адам құқығы қорғаудың жаңа буыны деген бір мектеп болған. Сол мектепке қатысып, новое поколение правозащитников. Содан қатысып, қорғау саласына бет бұрдым. Осы
Сонымен харасменттің қандай түрлері бар, соған тоқтала кетейін. Интернеттегі харасмент бұл әлеуметтік желілер арқылы байқалады. Яғни сол жерде қадағалау, кемсіту және қудалау арқылы көрінеді. Жыныстық харасмент қаламайтын физикалық белсенділік, адамның сыртқы көрінісі туралы жыныстық мағынадағы түсініктемелер, лас әзілдер, сексуалды ұсыныстар, интимдік фотосуреттер жіберу. Психологиялық харасмент, психология тұрғысынан қысым жасау. Саяси харасмент, саяси көзқарастар үшін қудалау. Құқық қорғау органдарының тарапынан харасмент, құқық қорғау өкілдерінің өз өкілеттіктерін қоқан-лоққы көрсету немесе басқа жолмен пайдалану. Нәсілдік, діни харасмент. Бұл жағдай нәсіліне, дініне байланысты кемсітушілікпен көрінеді. Сондай-ақ ең көп кездесетін ол жұмыс орындағы харасмент, жұмыс орындағы басшылар тарапынан немесе әріптестер тарапынан орын алатын тиісулер. Мысалы, Америка Құрама Штаттарында 2018 жылы жұмыс орында жыныстық харасменттің құрбандарының саны 7000-ға жетті. Бұл көпшілікке жария етілгендер. Өкінішке орай Қазақстанда мұндай статистика жоқ. Өйткені жыныстық тиісу термині заңнамалық деңгейде жоқ. Харасмент құрбандары құқықтық реттеудің жоқтығынан және қудалау фактілерін дәлелдеудің қиындығынан құқық қорғау органдарына жүгінбейді. Жәбірленушілер жынысына қарамастан балалар, жасөспірімдер, жастар мен ересектер болуы мүмкін. Тек жас қыздар ғана емес, сонымен қатар жасына, ұлтына және әлеуметтік жағдайына қарамастан ер адамдарда болуы мүмкін. Гүлзада, жалпы осы өзіңіздің ойыңыз бойынша Қазақстанда жыныстық қысым дейміз, жыныстық тиісулер немесе жыныстық харасмент деп айтамыз. Сол бар ма? Бар болса, қай жерде көп таралған? Бұл кезде Инганың айтқан осы мәселені біз Инга екеуміз бір талқылап, бір іс-шаралар өткізгенбіз кезінде бір. Өйткені ол бір өте қатты қарастырылмаған мәселе да бізде, жаңағы заңымызда қарастырылмаған. Соны талқылаған кезде оның бір айтқан себебі ол жаңағыдай әйелдер жұмыс кезінде бопсалайтын себебі конкуренциядан болады екен. Мысалы, ер адамдар жаңағы жалындап тұрған, өте ақылды, біліктілігі жоғары, жанұясы бар әйел. Біліктілігі жоғары бір әйел келді дейік жұмысқа. Ол жаңағы беріліп тұрып жұмыс істеп, осы кетіп баратыр енді. Тоқтату керек жаңағы әйелді. Әйтпес өсіп бара жатыр анау әйел. Сол кезде жаңағы әйелге сен давай кешке қарай менімен бірге кафеге жүр. Ол кездегі мақсат жаңағы әйел уже күйзеліске түседі. Енді ойлайды жаңағыдай, егер бұл өсек таратады. Мына әйел ананың көңілдес екен, анау мынау, жаңағы бір шамалы бір бөлімнің бастығы бола қалса, ананың көңілдесі болған ғой дегенге келтіріп, жаңағы соны тұспалдатып, жүріңіз менімен бірге жаңағыдай жүре қал, ай жерін сипалап, сөйтетін себебі содан да болады деп, сол кезде мен Ингадан естідім. Осындай бір конкуренциядан жаңағы нені тоқтатып, карьерасына кедергі келтірудің бір өте кең таралған амалы екен. Одан кейін екінші осы нәрсені мысалы жаңағы әйел енді оны түсініп, егер өзі түсініп тұрса, осы мәселе талқыланса, сонда өзіне тиісіп жатады ғой жаңағы бір адам келмен кабинетіме. Мысалы бастығың айтып тұр саған, сен соның қол астындағы бір бөлім бастығысыз, сізден басқа үш бөлім бастық бар, оларға ешнәрсе айтпайды, бергел, отыр. Есебің неге дұрыс емес, анау неменеге, давай сен кешке қарай мен бір кафеге жүр, әйтпесе есебің дұрыс емес деген сияқты айтты дейік. Ол әйел сосын қатты мысалы не істеймін, ондай-мұндай деп қатты уайымға салыну мүмкін, жаңағыдай ойбай кетуім керек дейді. Сосын күйеуіне не айтамын, не бетіммен қараймын, бала-шағама не бетіммен қараймын деген сияқты әбден проблемаға түседі. Сол себепті осы мәселені біз талқыға салуымыз керек та, ол кезде ол әйел ойлану керек. Бұл негізі жаңағыдай бұл әдіс. Негізі ол мен жақсы көріп баратқан жоқ.
мысалы ол ойлап та қалуы мүмкін, міне бастық маған мені жақсы көріп қапты, сосын шақырып тұр деп ойлауы мүмкін. Негізі жақсы көріп тұрған жоқ оны. Ол инстинктивді түрде конкуренцияны құртайын деп. Жаңағы ана 3 бөлім бастығы маңқиып әшейін жұмысына келіп кетіп жүр, а сен өліп баратсың жұмыс істеп. Ертеңгі күні сен ана бастықтың орнына отырайын деп тұрсың ғой. Өйткені басқа шешім қабылдаушы адам айтады, сенің жұмысыңда мына бір әйел жаңағы бәленбай конференцияға барып жатыр, жаңағы статья жазып жатыр, не деген бұл бір кемеңгер, апарып сен маңқиып мына жерде отырсың, тым бітірмей, сенің орнына осыны қояйық деген сияқты әңгіме болмасын деп. Соны біліп тұру керек та әйел. Маған тиісіп жатқан жоқ, мені жақсы көріп тұрған жоқ ол. Мені жұмысымнан кетірудің амалын жасап жатыр деп түсініп тұрса, оған күресуге оңай болады да. Осы мәселені мысалы кең тарата білуіміз керек. Соны жаңағыдай сен оны ойламай-ақ қой, сен прям біреу жақсы көріп қалып, сондай кафеге шақырса, сен соған күйеуің ренжіп, қажет жоқ та, оның негізі ол әшейін сен конкуренция деп ойлағаның оған әлдеқайда жеңілірек болады әйелге. Сонымен біздің қылмыстық кодексте не жазылған екен? Соны анықтап алайық. Біздің қылмыстық кодексте жыныстық тиісулер туралы жеке бап жоқ. Мұндай құқық бұзушылықты байланыстыруға болатын жалғыз ғана бап бұл Қазақстан Республикасы қылмыстық кодексінің 123 бабы адамды бопсалау, оған мүлкін жою, бүлдіру немесе алып қою қатерін төндіру арқылы не жәбірленушінің материалдық немесе өзге де тәуелділігін пайдаланып жыныстық қатынас жасауға, еркек пен еркектің жыныстық қатынас жасауына, әйел мен әйелдің жыныстық қатынас жасауына немесе жыныстық сипаттағы өзге де әрекеттер жасауға мәжбүр ету, 3000 айлық есептік көрсеткішке дейін мөлшерде айыппұл салуға немесе сол мөлшерде түзеу жұмыстарына не 3 жылға дейін мерзімге бас бостандығын шектеуге, не болмаса сол мерзімге бас бостандығынан айыруға жазаланады. Ал кәмелетке толмаған адамға қатысты жасалған дәл сол іс-әрекет белгілі бір лауазымдарды атқару немесе белгілі бір қызметпен айналысу құқығынан өмір бойына айыра отырып 5 жылға дейінгі мерзімге бас бостандығынан айыруға жазаланады деп айтылған. Егер сіз Қазақстан Республикасының бас прокуратурасына жүгінсеңіз, 123 бап бойынша қозғалған немесе аяқталған істерді тіркеу туралы ақпарат өте аз болады. Бұл жәбірленушілер аз болғандықтан емес, заңнамалық базаның жоқтығынан мұндай жағдайлар тергеуге алынбайды, сондықтан да қылмыстық істер қозғалмайды. Ең қиыны жыныстық тиісулер әрдайым жыныстық қатынасқа түсуге мәжбүр етпейді. Алайда бұл жай ғана түрлі ұсыныстар болуы мүмкін. Мысалы үшін курорттық салондарға, демалыс орындарына баруға шақыру және де тағы басқа. Әрине тіркелген жағдайлар өте аз. Себебі әйелдер құқық қорғау органдарына жүгінбейді, өйткені жұмыс жоғалтудан қорқады және де жеңіл жүрісті болып көрінуден ұялады. Сонымен қатар тергеушілерде мұндай істі тергеу немесе кінәсін дәлелдеуге қатысты нақты нұсқаулықтар жоқ. Қорғаушы Снежана Жукованың айтуы бойынша, егер де ер адам әйелге ыңғайсыз қызығушылық танытса, сіз оған бұл қолайсыз және сізге ұнамайтынын түсіндіруіңіз қажет деп айтады. Егер әрекеттер қайталанса, оларды тек қана аудио және видео ғана емес, сондай-ақ психологтың да көмегімен дәлелдеуге болады екен. Қалай дейсіздер ғой? Харасмент орын алған жағдайда психолог маманы вербалды және вербалды емес реакцияларды жазып, жәбірленушіге келтірілген моральдық зиянды бағалайды екен. Бұл тұжырым жыныстық қысымның болғанына дәлел болады. Кейін сотта психолог маманы жәбірленушіге, яғни сізге сенуге болатынын және шын мәнінде ол бұл немесе басқа да әрекетті жыныстық қысым деп қабылдағанын айтады екен. Бұл өте маңызды, өйткені адамдардың жеке шекараларды қабылдауы әртүрлі болып табылады. Харасмент жайлы істер іс жүзінде қалай болады екен, соған тоқтала кетейік. Қазіргі таңда жыныстық харасмент жайлы мен Біріккен ұлттар ұйымына жеткен бір ғана істі білемін. Ол Анна Белоусованың ісі. Анна барлық тұрғындар бір-бірін жақсы білетін Қостанай облысындағы шағын ауылда дүниеге келген. Орта білімін аяқтағаннан кейін ол ауылда қалып, 11 жыл жергілікті мектепте гардеробшы болып жұмыс жасаған екен. 2013 жылдың желтоқсанында мектепке жаңа директор келеді. Ал қаңтарда жаңа бастық оған қысым көрсетіп, оны жыныстық қарым-қатынасқа түсуге мәжбүрлейді. Анна мұндай талапқа келіспейді, сондықтан да мектеп директоры оны жұмыстан
шығарып жібереді. Қызметтен босатылғаннан кейін Анна қалалық білім бөліміне, жергілікті прокуратураға жүгінген. Оның шағымдары қабылданған, алайда қылмыс құрамы табылмаған. Одан кейін Белоусова жергілікті бұқаралық ақпарат құралдарына өзінің жағдайы туралы сұхбат бергеннен кейін, керісінше мектеп директоры Аннаға оның абыройын түсіретін ақпарат таратқаны үшін сотқа жүгініп, оны жеңіп шыққан. Одан кейін Анна Қазақстандағы барлық инстанцияларға жүгінді. Тіпті бас прокуратураға дейін де барған, бірақ бәрі нәтижесіз болды. 2012 жылы Қазақстандағы адам құқығы және заңдылықты сақтау жөніндегі халықаралық бюроның Қостанай филиалы арқылы Белоусова Біріккен ұлттар ұйымына әйелдерге қатысты кемсіту және кемсіту комитетіне хат жолдады. 2015 жылы комитет оның пайдасына шешім шығарды және Қазақстанды Анна Белоусоваға 6 ай ішінде 17 миллион теңге көлемінде өтемақы беруге шақырды. Сондай-ақ жыныстық зорлық-зомбылық құрбандарын қорғау үшін Қазақстан заңнамасына түзетулер енгізу қажеттігін атап өтті. Алайда Қазақстан Біріккен ұлттар ұйымы ұсыныстарын әлі күнге дейін орындаған жоқ. Қазіргі кезде құқық қорғаушы Валентина Алматинскаяның жыныстық қысым, жеке бас бостандығы мен қауіпсіздігінің бұзылуы жайлы зерттеумен айналысуда. Зерттеу аясында 2017 жылдың шілде-қазан айлары аралығында Алматы қаласында тұратын 16 мен 42 жас аралығындағы 80-ге жуық әйелдер анонимді онлайн сауалнаманы толтырған екен. Бұл сауалнаманың нәтижелері бойынша әйелдердің 52,5% бастық немесе әріптес ер адамның ашық түрде жыныстық қатынасқа түсу жайлы ұсыныстар алады екен. Өкінішке орай зардап шеккендердің ешқайсысы құқық қорғау органдарына жүгінбеген. Себебі олардың айтуы бойынша біріншіден бұл ұят нәрсе, екіншіден бәрібір де олар ешқандай да жазаға тартылмайды деген қорқыныш бар екен. Егер сіз харасменттің, яғни тиісудің құрбаны болған жағдайда, сіз тұрғылықты жеріңіз бойынша ішкі істер органдарына арыз жазуыңыз керек. Оған қоса дәлелдерді беру керек. Аудио немесе видео жазбалар, куәгерлердің айғақтары болуы мүмкін. Мұндай іс кез келген жағдайда 123 бап бойынша қаралатын болады. Мұндай істерді тергеу қиын, сондықтан да адвокаттардан кеңес сұраған жөн. Гүлзада, бүгін уақыт бөліп сұхбат бергеніңіз үшін үлкен алғысымызды білдіреміз. Жалпы менің оқырмандарыма қандай кеңес берер едіңіз? Яғни бұл жерде көбінесе әйелдерге, яғни осы жағдайға ұшырап, тығырықтан шығатын жол таппай жүрген азаматшаларымызға қандай кеңес берер едіңіз? Енді мысалы қазір бір жақсы нәрсе ол жариялылық. Мысалы егер де сіз жағдайға түсіп қалып жатсаңыз, жас қыз болсаңыз, немесе ересек әйел болып бір ұятты жағдайға мәжбүр қалып жатсаңыз, негізі әлеуметтің қолдауын сұрауыңызға болады. Негізі қазір әлеуметтік желілер арқылы барынша жағдайды түсіндіріп, сосын әйелдердің құқығын қорғайтын ұйымдардың көмегімен жариялыққа бергеніңіз өзіңізге де жақсы. Сосын жақын туыстарыңыздан да жасырмаңыз. Олар да қолдау көрсетеді. Сосын әйел құқықтарын қорғайтын ұйымдар, олардың психологтар болады, немесе өздері мен сияқты әйел құқығын қорғап жүрген құқық қорғаушылар сіздерге кеңестер бере алады. Сөйтіп, өзіңізді жалғыз сезінбеңіз, тек қана менің басымда болады деп ойламаңыз. Ол көп әйелдердің басынан өткен нәрсе. Оны біліп, әртүрлі себептерін біліп, соны түсініп, менің мысалы, егер студент болсаңыз, онда мен тәуелді адаммын, маған билігі жүретін адам олай істеуіне болмайды деген нәрсені түсініңіз. Ал жұмыс істеп жүрген әйел болсаңыз, басшыңыздың сізге де билігі бар, сондықтан да сіздің жағдайыңызды пайдаланып бопсалауына болмайтын. Әрине, осындай жағдайда мынандай тағы да осыған қарсы, осы әйелдердің құқығына қарсы тағы бір пікір бар, ол осыны әйелдер өтірік пайдалану мүмкін. Өзінің бір жақсы көрмейтін бастығына, немесе жақсы көрмейтін мұғаліміне кесірін тигізіп. Яғни бар проблеманы жасырмай,
заң жұмыс істемесе де, осы бір ауыр жолмен шешім қабылдаса жүремін, яғни шындықты жүзеге асырамын, өзімнің жазықсыз екенін дәлелдеймін дейтін болса, онда әрине оның жолы бар. Рахмет сізге үлкен Гүлзада. Бүгінгі таңда жұмыс орындарында және немесе қоғамдық орындарда жыныстық бопсалауға қатысты заңдар Азия, Еуропа мен Америкадағы әлемнің барлық өркениетті елдерінде бұрыннан бар. Жақында ғана Қырғызстанда және Украинада, Грузияда қабылданды. Қазақстанда 2020 жылы жаңа заң жобасының қорытындысы бойынша жыныстық сипаттағы қылмыстар үшін жазалар қатаң болатыны белгілі болды. Қазіргі уақытта әзірленіп жатқан бұл заң жобасының мақсаттары педофилия, зорлау, баланы зорлау сияқты қылмыстар үшін жазаны қатайту, сондай-ақ харассмент, яғни жыныстық қысым деген жаңа бапты енгізу жоспарланып отыр. Бұл қазірдің өзінде үлкен жетістік болып табылады. Ең қиыны жыныстық тиісулер әрдайым жыныстық қатынасқа түсуге мәжбүр етпейді. Алайда бұл жай ғана намек болуы мүмкін. Мысалы, курорттық салондарға, демалыс орындарына баруға шақыру деген сияқты. Әрине тіркелген жағдайлар өте аз, себебі әйелдер құқық қорғау органдарына жүгінбейді. Өйткені жұмыс жоғалтудан қорқады немесе жеңіл жүрісті болып көрінуден ұялады. Сонымен қатар тергеушілер де мұндай істі тергеу немесе кінәсін дәлелдеуге қатысты нақты нұсқаулықтар жоқ. Жыныстық харассмент, яғни жыныстық тиісу, барлық халықаралық шарттарда қорғалатын жеке құқықтарды бұзу болып табылады. Бүгінгі шығарылымды қорытындылай келе, менің айтатыным өздеріңізді аялаңыздар. Қоғамның, қоршаған ортаның айтқан сөздерінің барлығына құлақ аса бермеңіздер. Өздеріңіздің жүректеріңізді тыңдап, құқықтарыңызды қорғап үйреніңіздер. Осымен достар, бүгін сіздермен харассмент жайында біраз ақпаратпен бөлістім. Пайдалы болды деп ойлаймын. Егер де сұрақтарыңыз болса, міндетті түрде төменде комментарийге жаза кетіңіздер. Видеоны міндетті түрде басқалармен бөлісуді ұмытпаңыздар. Ал ұнаған болса, онда лайк басыңыздар. Сондай-ақ каналға міндетті түрде жазылыңыздар. Назар аударып тыңдағандарыңыз үшін үлкен рахмет. Амандықта жолығайық. Сау саламат болыңыздар.